мақсатыменен қазір қашықтық әдісі арқылы есімізге түсіріп өтеміз. Дайынсыз болсақ балалар? Кеттік ендеше. Ал 6-ға 1-ді қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7. 7. 1-ге 6-ны қосамыз. 2-ге 6 қоссақ 7. 7. Тамаша. 6-ға 2-ні қосамыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8. 2-ге 6-ны қосамыз. 2-ге 6-ны қоссақ 8. 6-ға 3-ні қосамыз. 6-ға 3-ні қоссақ 9. 3-ге 6-ны қосамыз. 10-нан 6-ны азайтамыз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4. 7-ден 6-ны азайтамыз. 7-ден 6-ны азайтсақ 1. 7-ден 6-ны азайтсақ 1. 8-ден 6-ны азайтасыз. 2. 2. Дәурен 9-дан 6-ны азайтамыз. 9-дан 6-ны азайтамыз. Өте жақсы балалар. Демек, біз 6 санының кестесін есепке түсіріп өттік. Қазір бағдаршам әдісі арқылы бір-бірімізді бағалайықшы. Бағдаршам әдісі арқылы бағалаймыз. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Айменді балалар. Отбасы деген сөзге қалай түсінесіздер? Отбасы дегеніміз не балалар? Отбасы деген не? Еркежан. Анасы, әкесі, әжесі, атасы, қарындасы, сіңлісі. Осылардың барлығын біз сөзде не деп атайды екенбіз балалар? Отбасы деп атайды екенбіз. Нұраян, өзіңнің отбасың жайлы айта қойшы. Атам, әжем, анам, әкем, сіңлім, інім, өзім. Демек, бұлардың барлығы балалар не екен? Отбасылар екен. Отбасылар екен. Тамаша. Демек, бүгін біз балалар жаңа сабақ 7 санын қосу және азайту тақырыбымен таныс боламыз. Бірінші біз балалар 7 саны жайлы не білеміз? Соны есімізге түсіріп өтуіміз керек. Қане балалар, 7 саны жайлы не білесіздер? 7 қазына, 7 қазына, 7 ата, 7 нан, 7 күн, 7 күн, 7 су, және 7 ата, 7 ата. 7 қандай сан екен балалар? тақса. 7 тақ сан екен. Яғни біз бүгінгі сабақта 7 санын 10 көлемдегі сандарға қосады екенбіз және азайтуды оқып не қылады екенбіз, үйренеді екенбіз. Ал енді жаңа 7 қазына, 7 күн, 7 ата деп жатсақ, соларды білесіздер ме? 7 қазынаға не деп жатады? Кім айтады? Кім айтады? Расыл айта ғой 7 қазынаға. Жүйрік, ат, қыран, бүркіт, құмай, тазы, берен, мылтық, қақпан, майланған, ал өткір, кездік. Өте жақсы. 7 атамызды білеміз бе балалар? Кім айтады екен? Азам айта ғой. Туған, мәлік, сақай, дүйсебай, дәндібай, сәнжібай, тоқтар. Түнші отырамыз. Ал біз бір аптада неше күн оқимыз? Бір аптада неше күн бар екен? 7 күн бар екен. Сәбина 7 күнді айта ғой. Бейсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Міне осы жауаптарыңызға шапалақтар айтсаңыздар бағалар. Өте жақсы балалар. Ал енді қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтағы 88-ші бетті ашып, бірінші суретке назар аударып қарап, сұрақтарға топ бойынша жауап бересіздер. Барлығымыз аштық па оқулықтың бетін? Ал бірінші сіздерге сұрақ, отбасында неше адам отыр? Кім айтады? Нұраян? 7 адам отыр. Олар кімдер екен, Нұраян? Отбасы.
бойынша 7 санын қосу және азайту кестесінің қалай құрастырылған топпен түсіндіресіздер. Топтық тапсырма дайын болған топқа көтеріп жауап берулеріңізге болады. Тамаша. Ал Сәбина? Қосуды айтамыз. 7 қыз балаға 3 ер балаларды қоссақ барлығы 10. Тамаша. Ал әлемнен азайту бойынша не айта алады екенбіз мына жерден? 10 қыз балаға 10 оқушыға 7 қыз баланы алдық, барлығы 3 бала. 3 балаға. Өте жақсы. Бірінші топты шапалақтап айтатын бағаларыңыздар. Өте жақсы. Тамаша. Екінші топтан Еркежан. Ер бала 7 қызды қоссақ, барлығы 8 болады. Нұрайша келесі. 7 қыз балаға 1 ұл баланы қоссақ, тең болады 8. Sağ olun. Annem de azaytı olmalarına sizlere ayta koyunuzlar. Yani, nasıl ayta koyun? Bana ne şey okumuş iken? 8 okusu ki. 8 okusudan 7 okusunu alsa, bir okusu kalады. Öte жақсы. Demek, ikinci topta da şapalakta Az şu toptan söyleyelim. 2 ер балаға 7 қызды қоссақ, барлығы 9. Doğru. Tamam, bravo. Sen de ayta koy. Siz de ayta koy. 7 Kız balağa. қыз балаға 2 ер баланы қоссақ, барлығы 9 бала. Өте жақсы, тамаша. Ал азайту амалы бойынша не айта аласыздар сіздер? 9-дан алған 7-ні барлығы 3 болады. 9-дан 7-ні алсақ қанша болады дейміз ғой? 2 болады екен, мына сәл қателесіп кеттім. Жарайсыздар. Демек, үшінші топта шапалақтар атсар қолалар, бақалап қояр. Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, тақтаға назар аласыздар. Қараймыз. Бұл жерде сандардың құрамдары тұрыпты. Яғни 10 санын құрамын шығару үшін 7-ге қандай санды қосамыз? Әлемнен. Келі ғой әлемнен. Яғни 7-ге 3-ті қосса 10 санның құрамын не алады екен? Тамаша, өте жақсы. Екінші топтан Әмина ой. 9 санның құрамы шығу үшін 2-ге қандай санды қосады екенбіз? Әмина? 2-ні тамаша. Жарайсың Әмина. Өте жақсы Әмина. Ал үшінші топтан Тұңғиленді. Зәуре келі ғой. 8 санның құрамы шығу үшін 7-ге қандай санды қосады? 1 санды қосамыз еді. Өте жақсы, тамаша. Жарайсыздар. Мінекей балалар, біз сандардың құрамын әр уақытта есімізде не алуымыз керек? Сақтауымыз керек. 10 санның құрамы шығу үшін 7-ге қандай санды қосады екен? 9 санның құрамын шығару үшін 7-ге
Defterlerimizi açalım. Defterlerimizi açalım balalar. Жеті санын қосу және азайту кестесін құрастырастан есептерді өзіндік жұмыс. Дәптерде 12-ші беттегі тапсырма. Biz жеті санына қосу және азайту тақырыбына байланысты өзіміздің алған білімімізді тиянақтап, әрқайсымыз отбасымызға сүйіспеншілік көзіне қыламыз, құрастырамыз балалар. Енді мен қазір топтарға тапсырма беріп шығамын. Тапсырманы орындайсыздар. Al daim toplar çıkardı da Kılıçokları pasardı. Karagözlüğünü taktara orundayızlar, okuzlar. Taktara orundayız, karagözlüğünü. Taktara sağ. Sana kay toplayın. Al, bir şey uzakta ol. Sana şey. Ölge şeklinde koza dediğimiz
var. Öte tamaşa ayranlas kelawa balam. Bölge cebin olmasına kanca bolar eкен? Öte жақсы taqımlar eкен. Sen kelawa. Qo'sildum mына жаққа, azaytib bu yoqqa o'rindaymiz, ya. Nölge Kozamız Cetini Sen Ceti Öte жақсы sen yine kelawa. Kundayın eкен. Rasıl. Sevdi Azaytamiz Cetini Жетті азайса қанша болады екен Расыл? Нөл болады екен, өте жақсы. Расылда өзінің отбасына сүйіспеншілік бөлінген уақыты балалар. Расыл жақсы тамаша. Тағы кім дайындалу? Келе ғой. Нұриман келатыр. Нұриман. Sevdiğim Azaytamiz Cetini Sen Өте жақсы. Нұриман. Тағы кім дайын екен келе қойыңыздар. Өте жақсы, Нұраян, келе ғой қызым. Lekin Nurayан да өзінің отбасына дейін сүйіспеншілік жоғын неғылып құрастырып жатыр. Келе қойыңыздар, келе беріңіздер кезектерін. Тағы кім? Азай қатты отырмыз. Өте жақсы. Әкелауым. Мінекей, Нұрайша да өзінің отбасына деген сүйіспеншілік күніне болды балалар. Құрастырды. Ал тағы кім қалды? Жазауы. Söyleyinsen Jetini alsa kaça kalır? Dansımız çıkarıp şimdiye Zəvri. Öte жақсы Zəvri'den malades. Lekin özünün otbasına nege köşüyor. Takım yakalım. Bolma tasıma varmamızda öte жақсы balalar. Lekin biz balalar Bakımızға деген сүйіспеншілік көзден құрастырып шықтыңызда қазір бағдаршам әдісі арқылы кәні бағалауыңыздар кәні әрқайсыңыз өздеріңіздің оқушыларыңыздан өте жақсы жарайсыздар балалар. Егеменді тәуелсіз еліміздің бақытты отбасына деген сүйіспеншілік
kutlu olsun. Arkadaşlarınızla bakıp tatlık dileyin. Nazarlarınızla rahmet. Alimli balalar, bugünkü sabahtan alınan bilimleriniz boyunca bakışanlar özlerinizin sabahta kalay mengirgenlerinizi özleyinizler. Bakışanlar kalay sikiler koyacak. Sabahta kalay düşünmemizler. Bugün niye öğrenmemizler? Sonra bardak sarstı. Bardak sarstı. Ulan ergenler